Баршаңызға сәлем достар. Бүгін хачапури по-аджарски дайындап үйренеміз. Осы менің рецептімен дайындасаңыз, сізде бір жасағаннан ақ осындай қамыры жұмсақ болып, және де ішіндегі ірімшігі созылып, керемет болып шығатын болады. Себебі менде де бір жасағаннан осындай болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындауға кеңес беремін. Ол үшін қажетті заттар: жылы су 180 грамм, тұз бен қант жарты шай қасықтан, ашытқы 5 грамм, 180 грамм ұн және бір ас қасық күнбағыс майы. Ең алдымен аппараны дайындаймыз. Ол үшін тұз бен қантты және де ашытқыны жылы суға қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ашытқы еруі қажет. Содан кейін оны жылы жерге қоя тұрамыз. Оған дейін ыңғайлы үлкен ыдысқа ұнды електен өткізіп дайындап қоямыз. Содан соң ашытқы осылай болып көтеріледі. Кейін оны алып, оның үстіне қосамыз және де қасықпен араластырамыз. Содан кейін ыңғайлылық үшін қолмен қамыр илейтін боламыз. Содан соң табадан қамырды түсіріп, оны жақсылап екі қолмен ыңғайлы етіп илейміз. Содан кейін оған бір ас қасық шемішкі майын қосып, тағы да 3-4 минут бойы жұмсақ қамыр илейміз. Неге қамыр осындай болуы қажет. Содан кейін оны табаға салып, бетіне шамалы шемішкі май жағып, бетін целлофанмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Ол үшін қажетті заттар: сулугуни ірімшігі 250 грамм, 50 мл сүт, 1 ақуыз, жарты шай қасық тұз және 1 ас қасық ұн. Ең алдымен сулугуни ірімшігін алып, оны теркадан өткіземіз. Неге ірімшігіміз дайын болды. Содан кейін оған сүтті қосамыз және де ақуызын қосамыз жұмыртқаның. Содан кейін екеуін жақсылап араластырамыз. Содан соң оған тұз бен ұнды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Начинкасы осындай біркелкі болуы қажет. Содан соң біз 2 хачапури дайындайтын боламыз. Соған ыңғайлылық үшін начинкасын екеуіне арнап 2 ыдысқа бөліп салып қоямыз. Начинка дайын болды. Оған дейін 1 сағат өтіп, қамырымыз көтерілді. Оның бетіндегі целлофанын алып тастаймыз. Және де қамырдың ауалылығын, яғни воздушностін сақтай отырып, оны бас-бастан 2 бөлікке бөлеміз. Содан кейін 2 хачапуридің мөлшері тең болуы үшін оны алып весыйға қойып, салмағын өлшеп, тең етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң оның біреуін пищевой пленка немесе целлофанға орап қоямыз да, екіншісін алып жаямыз. Осылай қолмен жаямыз және де оның диаметрі шамамен 26 сантиметрдей болуы қажет. Содан соң оның екі жағына осылай начинканы саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, бір жағына осылай толтырамыз әуелі. Содан соң екінші жағына да дәл солай етіп толтырамыз. Содан кейін ақырын оны осылай рулеттегі типінде дөңгелете отырып, орап начинканы жабамыз және екінші жағына да дәл солай жасаймыз. Осылай барлығын ораймыз және де екі жағын жақсылап бірін-біріне жабыстырамыз. Содан кейін бұл дайын болғанын бір шетке қоя тұрамыз да, екінші хачапуриді дәл солай жайып, ішіне начинкасын толтырамыз. Содан кейін екеуін пергаментті қағазға орналастырамыз және де үстіне қалған начинканың барлығын салып шығамыз. Содан кейін жан жағына начинкасы жоқ жеріне осылай жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Барлық жеріне жақсылап жағамыз да 230 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Неге хачапури пісті, оның қамыры осы видеодағыдай өте жұмсақ болып шығады. Содан кейін алып, оған жұмыртқаның сарыуызын осылай саламыз. Егер де видео ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет!